естігендерің бар ма, көргендерің бар ма? Я қайдан доп? Шаңырақ бұл музейдің төбе жағындағы. Бәрекелді, жақсы. Яғни сіздер шаңырақ толы боласыздар. Келесі. Не сіздерді? Кереге. Бұл қай жерде орналасқан? Киіз үйдің жанында. Жақсы, жанында. Я бүгін киіз үй туралы толық ақпарат аласыңдар, сол себептен кереге толы боласыздар. Сіздерді? Уық. Жақсы. Уық туралы не қай жерде орналасқан? Уық шаңырақты ұстап тұратын. Я керегемен шаңырақты ұстап тұратын бөлімін айтамыз. Сіздер уық боласыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз болжап берейік. Қандай тақырыпта сабақ болып өтсін? Әрқайсыңыз екі ақпарат жазасыздар. Және соған өз көзқарастарын білдіруге барынша тырысыңыздар. Ал назарларыңыз видеода болсын. Ya, жақсы. Бесен төмен жасаған. Дұрыс. Үйге құрмет көрсету үшін әдетте біздің қазақ халқы есігін төмен жасаған. Басын иіп, үйдегі үй иесіне құрмет көрсетіп кіру үшін. Жақсы, тағы ақпарат. Киіз үйде ең алдында тауар алуда керегені орнатады. Керегенің әрбір бөлігі қанаттары деп аталады. Жақсы, бәрекелді. Жақсы, тамаша. Киіз үй далада күн ыстықта және су ыстықта шаңырақ одан бөлек мағынасын білдіреді. Жақсы. Балалар, қазір бір ақпарат айтып. Енді жаңа біздің оқу мақсаттарында не бар еді? Ескерту керек? Көзқарас деген сөз. Жақсы. Жалпы осы жердегі берген ақпараттарға бір көзқарас. Қай ақпаратқа байланысты көзқарас бар? Жаңа екінші жолы айтқанымыздай есігі төмен болады деді. Ол қонаққа деген сыйлықтың белгісі деп айтты. Қазақ елі құрметті қонақтарды қатты сыйлайтынын көзқарасы деп ойлаймын. Бұл сенің көзқарас. Не айтамыз? Қай ақпаратқа байланысты өз көзқарастарын білдіресің? Мен ойымша қазақтардың киіз үйі көшіп қонуға ыңғайлы болған. Қанша килограмм шығған дейді? 400 килограмм көтеріп алып кетуге болады. Ыңғайлы болған, жеңіл болған. Тағы да, сіздер көзқарас білдіріп көріңіздер, қай ақпаратқа байланысты көзқарас білдіресіз? Жақсы. Менің ойымша киіз үй оңай салынады. Оны 3-4 адам бір сағатта салады. Бір сағатта 3-4 адам сала алса, онда оның құрылысы оңай болады. Жақсы. Бұл сіздердің көзқарастарыңыз. Енді көзқарас білдірген оқушылар бар десе, бір балл және ақпарат айтқан оқушыларымыз бар. Егер жазған болсаңыздар ақпараттар бір балл қоюға болады. Қандай да қысқаша болған жерде тоқтап, не болмаса көңіл күйлерімізді білдіретінде әрбір көңіл күйімізге байланысты эмоцияларды береміз. Сол жерде біз кідіріс жасаймыз. Сонда біз бұл кідіріс деген әсіресе өлең оқығанда қазақ әдебиетінде өте қажетті. Бірыңғай жүйелерде және құрмалас сөйлемдердің арасына қойылатын грамматикалық кідіріс дейміз. Енді психологиялық кідіріс адамның әртүрлі көңіл күйлері берілетін болса, бұл психологиялық кідіріс. Қап, әттеген-ай, осы жылы жақсы оқығанымда ғой, жылдығының бәрі бес жағын деп қандай нені беріп тұр, эмоцияны беріп тұр ме? Өкініп, сол жерде қай жерде тұр кідіріс жасады? Міне осылар психологиялық кідірістер. Енді логикалық кідірістер бұл белгілі ойға қызық болып тұрған сөздерге көтеріңкі дауыспен айтылады. Логикалық кідірістер жалпы жұмыс барысында көбінесе тыныспен қарама-қарсы. Енді оқулықтарымызды ашамыз. Оқулықтар тапсырма. Оқылым мәтініне қараңыздар. Сол оқылым мәтінінің ішінен енді тыңдап алыңыздар. Не табасыздар? Дискретті қарайық. Кідіріс туралы
білімдерін еске түсіретіндер кешегі өткен және грамматикалық, психологиялық, логикалық кідірістерді теріп жаза білесіз. Дәптерді қалай жазасыңдар дәптерді? Логиканы қосайық. Қанша бағанға бөлесің? 3. Давай, 3 баған. Бірден жазып көрсеңдер балалар. 3 баған деген қарандашты 2 рет жүріп түсіріңіздер, сол 3 баған болып шығады. Қызларда арғы берген тарихымызды, мәдениетімізді зерделей қарасақ, киіз үйдің атқарған қызметі мен рөлі өте зор екеніне көз жеткіземіз. Қызық не бар? Грамматикалық ба, жоқ әлде логикалық? Грамматикалық. Бірыңғай мүшелер байланыстырасыз ба? Балалар айтқан жазған тапсырмалар дәлел етеді. Я мекен-жай. Мақұл. Түсінбегендеріңіз бар ма? Я. Қазақ сұрағы мекен-жай. Жақсы. Балалар осыменен тапсырма уақытын шектеулі. Әр топтан 2 оқушыдан бар жастарға тапсырма. Былай қояйық. Ұпайды жазған 3 бағанды да 3 бағанымыз 2 баған болады. Бұл жерде 2 бағанды жазған оқушылар бар. Жазып оны оқыған оқушы 2 бал болады.